өлім шығып тастаған ғой, өлім шығып тастаған. 34 жастағы Ерік Қалибаевтың тергеуден кейінгі күйін көріп әпкесі жылап тұр. Полиция оны қаңтар басында Талдықорғандағы дүрбелеңге қатысты деп шақырған. 13 қаңтарда бөлімшеге өз аяғымен барады. Со бәленбай сағаттың ішінде уже баланың беті былай кіріп кеткен ғой. Кіреді да дейді тәртіреңдеп, жаңағы сіңілімді құшақтап жылайды. 34 жастағы. Орал, мыналар мені сындырды ғой. Сындырды мыналар мені деп жылапты. Үстінен сау тамтығы жоқ. Өлім мен өмірдің арасында болдым депті. Арғы өмірді почти көріп келдім деп айтқан. Ерік ұсталғандар Талдықорған полиция басқармасында жаппай қорлық көргенін айтады. Таяққа шыдамай өліп кеткендерді көрдім деген. Оның сөзінше, тергеушілер атып тастаймыз деп те қорқытқан. Бұлар керек десе, дәретінеге десе, бұттарына жіберткен. Кіші дәттен бұттарына жіберткен. Енді ата-аналар да мағанға дейін ашыққа шығып бәрі айтты ғой қалай қинаған. Жаңағы туалетке бастарын тығып тұрып суды ішкізген деп. Ерік тұратын пәтері қаңтар басында жұрт жиналған орталық алаңға жақын. Ол әпкесіне митингіге емес, үйге бара жатыр едім дейді. Бірақ қоршауда қалып, оқиға ортасына түсіп кетеді. Қолына, аяғына тас тиеді. Әскерилер тасты жаудырып жатыр. Мен оны өз көзіммен де көрдім. Сол нені. Тасты жаудырып жатыр. Менің інім сол кезде камерадан өтіп кетеді. Сол кезде бұған тас тиеді екен. Содан аяқ осындай болады деп ойламайды ғой. Еркек емес па енді. Айналып келеді да сол камера жағына. Бұл жаңағы тасты алып, лақтырғаны түскен. Бірақ інім өз показанияларында ол жазған, жаңағы провокация әскери тараптардан болды. Ерікті тергеуден соң жібергенімен бірнеше күннен кейін 20 қаңтарда қайта ұстап әкетеді. Үстінен жаппай тәртіпсіздікке қатысу бабымен қылмыстық іс қозғайды. Содан бері Ерік Талдықорғандағы тергеу изоляторында отыр. Орынбасар Қилыбаева 9 наурыздан бері ондаған ата-анамен бірге Астанада жүр. Президент әкімшілігіне бас прокуратураға адам құқығы жөніндегі уәкілге арыз жазған. Президент қабылдауына кіруге де өтініш берген. Ол Ерікті дереу босатуды талап етеді. Бізде міне президентіміз бар дейміз, заңымыз бар дейміз, иә. Адам өлтірсе де заңмен ешкімді бір шапалақ жегізуге ешкім құқығы жоқ. Заң бар, сот бар, солар тағдырын шешеді адамдардың, иә. Ерік Қилыбаевтың ісі бойынша адвокаттар ақпан аяғында полиция үстінен жемқорлыққа қарсы қызметке арыз жазған. Қазір азаптау бабы бойынша қылмыстық іс қозғалған. Адвокаттардың сөзінше, әзірше ешкім ұсталмаған. Олар істің баяу қаралып жатқанын айтады. Аян Құлмұрат, Әсемгүл Мұхитқызы, Кенжетай Ақсейітов, Азат Ньюс.